Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге судан дайын болатын құймақтың рецебімен толыққанды бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Оның үстіне 3 ас қасық қант қосасыздар. Ас қасықпен өлшейсіздер. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Миксердің қажеті жоқ. Толыққанды араласып болғаннан кейін оның үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Және бізге су қажет болады. Оның үстіне су қосамыз. Суды осындай шай ішетін кесемен өлшеуге болады. Кесенің көлемі дәл осы видеодағыдай. Барлығын тағы 1-2 рет араластырып аласыздар да. Толыққанды барлығы араласып болғаннан кейін оның үстіне ұн қосатын боламыз. Ұнды да жаңағы біздің өлшеген кесемізбен, яғни шай ішетін кесемізбен өлшеміз. 1,5 кесе ұн қосамыз. 1 кесе толыққанды, содан кейін барып жарты кесе ұнымызды қосатын боламыз. Тағы да барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Тез-тез араластырыңыздар, түйіршік болып қалмасын. Толыққанды барлығы жақсылап тұрып, түйіршік болмайтындай етіп, біраз уақыт араластырасыздар. Шамамен 5-6 минуттай үздіксіз араластырып отырсаңыздар, ешқандай түйіршік болмайды. Біздің қамырымыз сәл ғана қоюлау болады, яғни қаймақ сияқты болады. Ендігі кезекте мен сіздерге таразымен өлшеп көрсетіп жатырмын. Мінекей шай ішетін кесемен бізге негізі толыққанды толтырыңқырап су қажет болады. Осы кезде үстіне қайнаған су құятын боламыз. Міндетті түрде қатты қайнап тұрған ыстық су құясыздар. Міне 1 кесе толы суымыз 250 грамм шығады. Яғни сіздер жаңа жылы су құйған кезде осылай 1 кесе 250 грамм суымызды құямыз. Енді бұл суды тереңде 30-қа, яғни кеңде 30-қа құйып алыңыздар. Өйткені қазір ішіне сода қосып араластыратын боламыз. Жаңаға кесемен араластырсаңыздар төгіліп қалуы мүмкін. Сол себепті үлкен кесемен құйып алсаңыздар дұрыс болады. 1 шай қасық, ас қасық емес қыздар, 1 шай қасық содамызды қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Ыстық суға қосқаннан кейін соданың дәмі білінбейді мүлде. Ендігі кезекте қолдарыңызбен, оң қолдарыңызбен жақсылап араластырып, сол қолдарыңызбен біздің жаңағы ыстық суымыздың барлығын 3-4 бөлікке бөле отырып құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырасыздар. Бізде сұйық әдемі масса шығады. Қыздар, егер үйде таразы болмаған жағдайда, мен сияқты кесемен, қасықпен өлшеп жасауға болады. Міндетті түрде сәтті рецептердің бірі. Мінекей біздің сұйықтығымыз осы видеодағыдай болып шығуы керек. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте осындай арнайы құймақ пісіретін табамызды жақсылап тұрып қыздырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйықтығымызды құйып, 2 шеті қызарғанша толыққанды пісіріп аласыздар. Осы кезде оттың асты қатты болып тұрған дұрыс. 2 шеті толыққанды піскенше толық пісіріп алатын боласыздар. Өже сіздердің қамырларыңыздың бетіне түйіршік пайда болып, тесіктер пайда бола бастаған кезде асты толық пісті деген сөз. Байқап, абайлап, кез келген затпен алуға болады қыздар. Пышақпен 2 шетін видеодағыдай айналдырып алсаңыздар болады, немесе мен сияқты лопаткамен, немесе таяқшамен де алуға болады. Енді әркімге өзіне қайсысы ыңғайлы, соны пайдаланасыздар. 2 бетін аударып, 1 бетінен қарағанда 2 беті тез піседі. Мінекей, осылай қимақтарыңыздың барлығын әдемі етіп пісіріп аласыздар. Достар, егер менің видео ұнап жатса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, төмендегі подписаться батырмасын басып, осы видеоның астына өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Баршаңызға үлкен рахмет. Мінекей достар, осымен біздің құймақтарымыз дайын. Ешқандай сүт қосудың да қажеті жоқ. Барлығы қол жетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Балапандарыңызға, таңғы асқа жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Егер осы видеоның соңына дейін қарап отырсаңыз, достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Құрбан айт қабыл болсын баршаңызға. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.